Жалпы бізде денсаулық үшбұрышы бар. Біздің денсаулық үшбұрышына не нәрсе кіреді? Ол біздің денеміздің структурасы, біздің психикамыз және біздің денеміздің химиясы кіреді. Яғни біздің мысалы бір адам қолын немесе аяғын ұрып алды, немесе соғып алды. Ол кезде қандай процесс жүреді? Аяғын ұрған кезде, жырған кезде ол жер қанайды, сол кезде, Алла разы болсын, сол кезде оны тоқтату үшін біздің ағзамызда тромботиттер жұмыс жасайды, активный, тромботиттер жұмыс жасайды. Тромботиттер жақсы мөлшерде келген кезде ол жаңа ағып жатқан қанды тоқтатады. Осы кезде бізде химиялық процесстер жүреді. Және ол қайтадан заживляция ету үшін ол бір-біріне тезірек жара пайда болып, теріміз қайтадан түзілу үшін бізде не пайда болады? Бізде коллагендер келеді, ақуыздар келеді көмекке. Бұл жерде бізде химия жұмыс жасап жатыр ағзадағы. Енді осы процесс кезінде бізде психикада жұмыс жасайды. Яғни бір жеріңді ауырып, жырып, қанатып жатқан кезде біздің ашуымыз келеді, агрессия болады, ызаланамыз, осы процесстердің барлығы біздің ағзада үнемі жүріп отырады. Біздің химиямыз, денеміздің структурасы, құрылымы және біздің биохимиямыз, біздің психикамыз, ол каждый божий день жүріп отыратын процесс. Сондықтан біз өзіміздің ағзамызға поддержка беруіміз үшін біз бір-ақ нәрсемен жұмыс жасауымыз жеткілікті.